Барлығына сәлем. Бүгін мен «Ақ аю» деп аталатын «Қара айна» маусымының 2 сериясындағы триллер ғылыми фантастикасын және ең алаңдатарлық сериясын талқылайтын боламын. Фильм қараңғы бөлмеде екі білегі таңғышпен оралған әйелдің ауырып оянуымен басталады. Ол еденге шашылған таблеткаларды және символы бейнеленген теледидарды көреді. Содан кейін әйел төменгі баспалдақтармен түседі. Ол белгіленген күнтізбені және кадрда баланың портреті бар отбасының суретін көреді. Ол қыздың портретін түсіріп жатқанда, оның жадынан естеліктер түсе бастайды. Ол оянғаннан кейін есте сақтау қабілетін жоғалады. Әйел үйінен шығып көптеген адамдарды телефонмен видеоға түсіріп жатқанын көреді. Ол айғайлап көмек сұрайды, бірақ оны елемейді. Кенет оның қасына маска киген ер адам келіп, мылтықпен көздей бастайды. Әйел үрейленіп, қарулаған жігіттен қашып кетеді. Содан кейін маска киген ер адам оны видеоға түсірген адамдармен бірге әйелді қуады. Әйел жүгіріп бара жатқанда телефонын түсіру үшін қолына түспейтін жігітпен жас әйелді кездестіріп көмек сұрай бастайды. Олар дүкеннің ішіне тығылу үшін жүгіре бастайды. Біраз уақыттан кейін бетперде киген адам олардың тұрған жеріне жетіп, әйнек терезені сындыра бастайды. Бұл кезде жас қыз артқы есікті ашпақшы болады. Бетперде киген ер адам әйнекті сындырып үлгергеннен кейін ол дүкенге кіріп, бірден басқа оны адам ұстап алады. Артқы есік ашылғаннан кейін екі әйел де орын қалдырып сыртқа шығып үлгерді. Басқа ер адамды бетперде киген адам атып, ауыр жараланды. Олар жерден шығып бара жатып, дүкенге бара жатқан бетперде киген басқа адамды кездестіреді. Олар жүгіріп бір үйдің ішіне тығылады. Жас әйелге бетперде киген адамды аңшы деп атайтынын, ал түсіріп жатқан адамдарды көрушілер деп айтып түсіндіреді. Ол сондай-ақ теледидарда көрсетілген таңбаның әсер еткен адамдар екенін айтады. Ол оны сигнал деп атайды екен. Жас қыздар сонымен қатар сигнал беретін ақ аюға жету керек екенін айтады. Ақ аюдың сөзін естіген әйелдің жадынан қайта орала бастайды. Ол суреттегі қыздың өз қызы екенін танып алады. Әйел айналадағы адамдарды қуып жібермек болады. Бірақ олар жүгірмек болған кезде аңшы оларды байқап қалады. Кенет қасына фургон айдап келе жатқан қарт келіп тоқтайды да ішке кіруді өтінеді. Олар қашып кеткеннен кейін абдырап қалған әйел қартты танимын дейді, бірақ ол оны танымайтынын айтады. Содан кейін жас әйел қарттан оларды ақ аюға апаруды өтінеді, бірақ ол бұл қауіпсіз емес деп бас тартады. Ол олар үшін жалғыз қауіпсіз жер орман екенін және оларды орманға апаратынын айтады. Олар келген соң кенет қарт мылтық алып, оларға қарай бағыттайды. Қарт бұрынғы бетперде киген адам екен. Ол әйелді балаклава киюді мәжбүрлейді. Содан кейін оларды аңшыларға апарады. Ақсақал басқа аңшыны шақырады. Қоңырау шалып жатқанда жас келіншек жасырынып шығып, оларды тастап кетеді. Жас қыздарды қуып, азаптауға дайындала бастайды. Содан кейін жас әйел жасырын түрде оралып, қарияны ату үшін мылтығын алады. Осыдан кейін олар фургонды алып, орманды тастап кетеді. Ақ аюға бара жатқанда әйел жас қызға бір нәрсені есіне түсіре бастағанын айтады. Қызы Джемима мен оның күйеуінің есімінде теледидарда көрсетілген таңбамен бірдей татуировкасы бар. Джемима оны елемейді. Ақ аюдың ішіне кіруге асығады. Олар таратқыш бөлмесіне кіреді және жас әйел бөлменің бәріне май құя бастайды. Кенеттен аңшылар келіп, оларға шабуыл жасайды, ал аңшы назарын Джемимеге аударады. Әйел аңшылардың бірінен аңшы мылтығын алады. Ол аңшыны атып тастайды, бірақ мылтық кешке арналған поппер болып шығады екен. Кенет қабырға қозғалып, көпшілік оларға қол шапалақтай бастайды. Аңшы әйелді орындыққа қамап қояды да, кенет сахнаға кампера ретінде алдыңғы қарт шығады. Қария суреттегі адам оның күйеу жігіті Ян Рейниг екенін айтады. Сонда қарт жаңалық арқылы әйелдің шын мәнінде кім екенін көрсетеді. Виктория Скиллан есімді әйел Джемима Сайкс есімді қызды ұрлап кеткен екендігі белгілі болады. Джемиманың денесі ақ қонжықпен бірге жергілікті орманда табылады. Джемиманың денесі ұйықтайтын қапқа оралып, өртеніп кеткен күйде табылады екен. Скиллан оны түсіру үшін камераны ұстап тұрғанда Ян Джемиманы азаптап өлтіреді. Ол қатты жылап көмек сұрай бастайды, бірақ аудитория оны бағалаттай бастайды. Содан кейін оны көшеде өткізіп, сол бөлмеге қайтарады. Ол фильмнің басында оянады. Ол бұрынғы қалпында, сондай-ақ ол алатын барлық заттармен бірдей күйге орналастырылады. Қарт оның жадын өшіру үшін оның басына құлаққап тәрізді құрылғы қояды. Осыдан кейін қарт күнтізбені ағымдағы күнге белгілейді. Яғни олар мұны бірнеше рет жасайды. Фильмнің соңғы экранында бұл жердің ойын-сауық саябағы екені анықталды. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға көмектесу үшін лайк басып хабарламаны қосып қойыңыз. Көргендеріңізге рахмет.